Сәлеметсіздер ме? Менің атым Дана. Мен ақылды жүйелер мен жасанды интеллект институтының ғылыми ассистентімін. Бұл сіздерді компьютерлік көру саласындағы бетті анықтаумен таныстыруға бағытталған бейнесабақтың екінші бөлімі. Бұл бөлімде біз термография ұғымын және питонда жылулық кескіндерде бетті анықтау моделін үйретуді қарастырамыз. Алдыңғы бейнежазбада біз бетті анықтаудағы қиындықтар мен мүмкіндіктерді талқыладық. Осы қиындықтардың бірі дәстүрлі камералардың жарықтағы шамалы өзгерістерге сезімталдығынан туындаған жарық мәселесі болды. Дәстүрлі камералар визуалды спектрде жұмыс істейтіндіктен, жарық аз болған жағдайда немесе бет біркелкі жарықтанбаған кезде олардың өнімділігі төмендейді. Бет үш өлшемді нысан болғандықтан, әртүрлі бағыттағы жарық көздері сыртқы келбетті өзгертуі мүмкін. Сонымен қатар, адамның бетінен шағылған жарық адамның этникалық тобына байланысты өзгереді. Бұл өзгеріс жарықтың өзгеруімен бірге күрделі ортадағы беттерді анықтауда үлкен қиындықтар туғызуы мүмкін. Бұл бейнежазбада біз жарық мәселесін шешудегі ең перспективті шешім ретінде термографияны зерттейміз. Біз термографияны зерттеудің маңыздылығын түсіндік. Ал енді оның анықтамасын талқылайық. Термография немесе ұзақ толқынды инфрақызыл бейнелеу денеден тарайтын инфрақызыл сәулелерді визуалды спектрге ауыстырып жылу камерасымен түсірілген кескінде көрсету процесі. Ол қараңғыда жұмыс істеу мүмкіндігін беретін электромагниттік спектрдегі инфрақызыл қосалқы жолақты пайдаланып жарыққа инварианттық кескіндер шығарады. Бұл қасиет жылу кескіндерін жарық жағдайларында ауытқуы жоғары қолданбалар үшін пайдалануға жол ашады. Қазіргі уақытта жылу кескіндерінің қолданылу аясы оның екі негізгі қасиетіне байланысты анықталады. Олар жарыққа тәуелсіз болуы және адамның физиологиялық ерекшеліктерін анықтау мүмкіндігі. Бірінші қасиет жылу кескіндерінің әскери қызметте қолданылуына жол ашады. Объектіні бақылау, қадағалау және түнде көру мақсатында пайдаланады. Ал екінші аталған қасиет жылу кескіндерін медицина мен биометрияда кеңінен қолдануға мүмкіндік береді. Қызбаны анықтау, аффективті күйді талдау және эмоцияны анықтау. Бетті визуалды спектрде анықтауға арналған көптеген деректер жинақтары бар болса, соңғы жылдары ұсынылған жылу деректер жинақтарының саны өте төмен. Бұл слайдта сіздер бетті жылу спектрде анықтауға арналған жиі қолданылатын деректер жинақтарының тізімін көре аласыздар. Iris, M3, NVI деректер жинақтарындағы кескіндер әртүрлі жарық жағдайларында түсірілді. Ал Iris M3 сырттағы жарықпен түсірілген кескіндерді қамтиды. Дегенмен бұл деректер жинақтарында бетті қоршайтын төртбұрыштар жоқ. Сондай-ақ VISTH, NVI деректер жинақтарында жылу кескіндерінің визуалды спектрде түсірілген жұп кескіндерінің бар болуын атап өту маңызды. Оларда беттерді шектейтін төртбұрыштар болмаса да, бетті визуалды спектрде анықтау модельдерін осы визуалды спектрдегі жұптарға қолдану арқылы жылу кескіндерінде автоматты түрде төртбұрыштар шығаруға мүмкіндік береді. Дегенмен бұл процесс түзетулерді қажет етуі мүмкін. RWTH Aachen бақыланатын ішкі ортада түсірілген және бетті шектейтін төртбұрыштары жоқ деректер жинағы. Дегенмен бұл жинақта беттің негізгі 68 нүктесі бар. Шектеу төртбұрыштарды автоматты түрде алудың тағы бір жолы бет аймағын анықтау үшін осы беттің негізгі нүктелерін пайдалану болып табылады. Ал Speaking Faces деректер жинағы бұл біздің ақылды жүйелер мен жасанды интеллект институты құрған кең ауқымды жалпы қауымға қолжетімді деректер жинағы. Онда әртүрлі этникалық топтар, гендер жағынан теңдестірілген 142 субъектіден тұратын дауыстық пәрмендер мен визуалды және жылу кескін тізбектерінің ағындары бар. Жинақ көп модальді деректер жинақтарының шектеулерін еңсеруге арналған. Бұл деректер жинағының бейне ағындары визуалды және жылу кескіндерін пиксельден пиксельге теңестіруден туындаған қателерді азайту үшін біркелкі теңестірілген. Бұл визуалды жұптарын алынған бетті шектейтін төртбұрыштарды пайдаланып, жылу кескіндеріне автоматты түрде тасымалдауға мүмкіндік береді. Жылу кескіндеріне арналған бетті анықтау алгоритмдеріне көшетін болсақ, бұл тапсырманы орындаудың екі негізгі тәсілі бар. Біріншісі бетті визуалды спектрде анықтау алгоритмдерінен оларды жылу кескіндеріне қолданып үйрету арқылы бейімдеу. Слайдтың сол жағында визуалды доменнен жылу доменіне тасымалданған классикалық бетті анықтау алгоритмдерінің мысалдары берілген. Мысалы, Виола Джонс бет әлпетті визуалды доменде анықтау үшін құрастырылған белгілі алгоритм.
Ол жылдам болғанымен дәлдігі мен анықтау жылдамдығы бойынша қазіргі терең оқыту әдістерінен артта қалады. Сондай-ақ, тасымалдап оқытуды пайдаланып жасалған жылу кескіндеріндегі бетті анықтауға арналған терең оқыту модельдері бар. Мысалы, жылдам RCNN аймақтық ұсыныс желісіне негізделген терең оқыту желісі өте тиімді, бірақ есептеу құны жоғары болып табылады. Ал YOLO V2 нақты уақыт режимінде бірнеше бет шектейтін төртбұрыштар мен нысан сыныптарын болжай алатын терең оқыту моделі. Екінші тәсіл арнайы жылу кескіндері үшін құрастырылған алгоритмдерді қамтиды. Бұл кескінді өңдеу алгоритміне негізделген және жылу доменіндегі бет кескіндерінің ерекше қасиеттерін пайдаланатын неғұрлым нақты тәсіл. Мысалы, көз аймағындағы температура немесе адам денесі мен фон арасындағы температура айырмашылығы. Бұл жағдайда көз бұрышын анықтау мен PPA тәсілдерін атап өтуге болады. Жалпы, егер жылу кескіндерінен тұратын деректер жинақтары жеткілікті болса, машиналық оқыту негізіндегі алгоритмдер жылу кескіндері үшін арнайы жасалған модельдерден асып түседі. Бұл бейнежазбада біз қарапайым тәсілге назар аударамыз. Біз жылу кескіндерін қолдана отырып, Дилип ұсынған Hawk пен SVM классикалық машиналық оқытуға негізделген бетті анықтау алгоритмін үйретуді қарастырамыз. Визуалды кескіндер үшін жасалған алгоритмді үйрету үшін бізде бет шектейтін төртбұрыштары бар жылу деректер жинағы болуы керек. Ол үшін біз SF-TIL54 деректер жинағын қолданамыз. SF-TIL54 жинағы FLIR-T540 жылу камерасы арқылы ішкі ортада түсірілген бұрынғы Speaking Faces деректер жинағынан жасалған. Деректер жинағы 9 түрлі позициядан түсірілген 142 адамның 2556 кескінін қамтиды. Ең бастысы, онда 54 беттің негізгі нүктелері, шектейтін төртбұрыштары және тура визуалды көрінетін жұптарға арналған дәл осындай нүктелері мен төртбұрыштары бар. Әрбір субъект әртүрлі күндерде өткізілген 2 сынаққа қатысты. Әрбір сынақта субъектілер 2 сессияға қатысты. Бірінші сессияда қатысушылар үнсіз және қозғалмай отырды. Екінші сессияда қатысушылар экранда көрсетілген қысқа мәтіндерді оқыды. SF-TIL54 деректер жинағын құру үшін біз екінші сессияның кескіндерін қолдандық, өйткені бұл сессияда әртүрлі бет әлпеті түсірілген болатын. SF-TIL54 деректер жинағын төмендегі сілтеме арқылы таба аласыздар. Ал енді таныстырылымға көшейік. Бұл бейне сабаққа қажетті кодты сіз біздің GitHub сайтында орналасқан Thermal Facial Landmarks Detection репозиторийден таба аласыздар. Бұл репозиторийді жүктеп алу үшін келесі пәрменді терминалда теріп көріңіз. Сонымен қатар бұл бейне жазбаға сіздің компьютеріңізде келесі дерекханалардың болуы керек. Олар болмаған жағдайда төменде көрсетілген сілтеме арқылы бейне сабақтарды көріп, оларды жүктей аласыз. Дилип бет анықтау моделін үйрету үшін алдымен SF-TIL54 деректер жинағын берілген сілтеме арқылы жүктеп алуыңызға болады. Ал келесі көрсетілген пәрмендер сізге қазіргі кезде керек емес, себебі олар XML файлдарын жасау үшін арналған. Алайда сізге берілген сілтемеде осы файлдарды сіз таба аласыз. Ал енді кодты талдауға дайынбыз. Файл Train Dillip Face Detector деп аталады, оны ашып қарап көрейік. Модельді үйрету үшін сіз 2 аргумент беруіңіз керек. Олар үйрету және растау жинақтарына жол. Үйрету жинағы үйрету XML файлдарын қамтиды, ал XML файлдардың ішінде бетті қоршайтын төртбұрыштар мен кескіндердің өзіне жол берілген. Дәл солай растау жинағы да XML файлдарды қамтиды. Модельді үйрету үшін біз Train Simple Object Detector Hawk пен SVM әдісіне негізделген функцияны қолданамыз. Бұл функция белгілі бір мәндері бар бірнеше опциялармен бірге келеді. Detection Window Size жылжымалы терезе өлшемінің мәніне сәйкес келеді. Оқытылған классификатор әр кескін бөлігіне терезе арқылы қарап, сол терезеде беттің бар жоғын анықтайды. Ал эпсилон тоқтайтын эпсилонды білдіреді. Кішірек мәндер дәлірек анықтауға, алайда ұзағырақ оқу процесіне әкеледі. Add Left Right Image Flips опциясы арқылы беттер сол оң симметриялы болғандықтан біз үйретушіге асимметриялық детекторды үйретуді таңдай аламыз. Бұл модельді үйрету үшін деректер жинағының көлемі 2 есе арттыруға көмектеседі. Алайда осы жағдайда біз оны false мәніне теңестіреміз, себебі біздің жинағымыз 90 градусқа аударылған суреттерді қамтиды.
S опциясы SVM S параметрін білдіреді. Себебі бұрын талқылағанымыздай үйретуші тірек векторлық машинаның бір түрі. Үлкен C үйрету деректерін жақсырақ сәйкестендіруге көмектеседі, бірақ шамадан тыс оқытуға әкелуі мүмкін. Ең жақсы C мәнін оқытылған модельді сынақ жинағындағы кескіндерде сынау арқылы эмпирикалық жолмен табу керек. Қай мән жақсы жұмыс істейтінін анықтау үшін әртүрлі мәндерді қойып қолданып көріңіз. Upsample лимит арқылы бет анықтайтын кезде моделіңізге бір кескінді қанша рет қайталау керектігін көрсете аласыз. NumThreads арқылы ең жылдам үйрету үшін компьютерлеріңіздің орталық процессорының ядролар санын көрсете аласыз. Options Beaver Balls үйрету ақпаратын экранда көрсету мүмкіндігін береді. Бұл жерде Train Simple Object Detector үйретудің өзін бастайды. Соңғы модель Delip Face Detector SVM деп аталады. Үйрету жинағындағы кескіндердің орналасу жерін және бет шектейтін төртбұрыш координаталарын берулеріңіз керек. Бұл демонстрация үшін біз GitHub бетінде таба алатын деректер жинағын қолдандық. Соңында біз модельді алған кезде Test Simple Object Detector функциясы оны үйрету жинағында тексереді. Модельдің өзіне және үйрету жинағына апаратын жолды көрсетуіңіз керек. Ол дәлдікті, толықтықты және орташа дәлдікті шығарады. Модельдің шамадан тыс үйретуін тексеру үшін дәл осы функцияны іске қосып, бірақ үйрету жинағының орнына растау жинағының жолын таңдаңыз. Біздің модель растау жинағындағы суреттерді көрмегендіктен, ол бізге модельдің шамадан тыс үйретуін тексеруге көмектеседі. Ал енді модельді үйретуді бастайық. Ол үшін GitHub сайтынан жүктеп алған репозиторийді ашып көріңіз. Бұл репозиторий сіз жүктеген кезде компьютерде дәл осылай көрінеді. Сонымен қатар SFTL54 деректер жинағын GitHub сайтынан жүктеп алған репозиторийдің ішіне орнатуыңыз жөн. Модельді үйрету үшін келесі пәрменді теріңіз. Ол үшін сіз үйрету жинағына және де растау жинағына жолды көрсетуіңіз керек. Үйретуді Thermal Facial Landmarks Detection бумасынан бастағаныңыз жөн. Модельді үйрету үдерісі 4-5 минут алуы мүмкін. Көріп отырғаныңыздай біздің модель үйренуді аяқтады. Қазір біз сынай алатын бет анықтау моделіміз бар. Ол Thermal Facial Landmarks Detection репозиторийіндегі Models папкасында орналасқан Delip Face Detector SVM деп аталады. Нәтижелерді бірнеше кескіннен бағалайық. Ол үшін Delip Face Detection кодын қолданамыз. Оны да ашып қарастырып көрейік. Сіз бұл кодты GitHub сайтынан таба аласыз. Ал енді оны ашып көрсеңіз, бұл кодты іске қосу үшін сіздер 3 аргумент берулеріңіз қажет. Ол беттерді анықтағыларыңыз келетін кескіндерге жол, алдын ала үйретілген модельдерге жол және үйрету процесі аяқталғаннан кейін пайда болған Delip Face Detector SVM. Ал Upsample мәні бұл модельдердің беттерді іздеу кезінде кескінді қанша рет қайталау қажеттігі. Біріншіден, ол сіздер берген бет анықтау моделін жүктейді. Содан кейін ол кескіннің орналасу жолын тауып, immutils дерекханасы арқылы осы жолдарды бір тізімге сақтайды. For циклін пайдалана отырып, біз кескінге апаратын жолдарды оқып OpenCV дерекханасынан кескіндерді оқу функциясы арқылы әрбір суретті жүктейміз. Мұнда байқағандарыңыздай кескіннің өлшемдері өзгертіледі. Өйткені біз модельді өлшемі 464 пен 348 кескіндерді қолдана отырып үйреттік. Сондықтан өлшемі бұдан үлкен кескіндерді қолдансаңыздар, модель беттерді анықтамайды. Сонымен қатар кескін өлшемі анықтау жылдамдығына әсер етеді. Жылдам анықтауды үзбей сақтау үшін біз кескін өлшемін кішірек қылып орнатуымыз қажет. Содан кейін модель кескінді сұр реңкке түрлендіріп, оны шектеу төртбұрыштарын қайтаратын детектор функциясына жібереді. Байқағандарыңыздай, сіздерге аргумент ретінде Upsample мәнін тағайындау қажет болады. Соңында болжаулар, яғни шектейтін төртбұрыштарды бір-бірден оқу үшін for циклін пайдалана отырып,
Біз Delip бұрышын OpenCV форматына өзгертіп, кескіннің көшірмесінде бейнелейміз. Содан кейін кескінді OpenCV дерекханасының кескін көрсету функциясы арқылы көрсетеміз. Ал енді осы кодты тексеріп көрейік. Ол үшін сіз терминалды ашып, келесі пәрменді теріңіз. Сонда сіз кескіндерге жол, сонымен қатар үйретуден кейін пайда болған Delip Face Detector файлына жолды көрсетуіңіз керек. Және де upsample мәні бір болғандықтан оны көрсетудің қажеті жоқ. Ал енді нәтижелерді тексеру үшін Enter'ді басыңыз. Байқағаныңыздай жылу кескініндегі бет анықталды. Басқа да нәтижелерді қарау үшін келесі пернесін басыңыз. Жылу кескініндердегі беттер сәтті анықталды. Осы бейне сабақты қайталап көріңіз. Назарларыңызға рахмет.